Сәлеметсіздер ме оқушылар? 77-ші сабақ, тақырыбы жұрнақ пен жалғау. Бүгінгі сабақта сіздер жұрнақ пен жалғауды ажыратуды және мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойды анықтауды үйренесіздер. 53-ші жаттығу суреттер бойынша мәтін құрастыр. Спорт денсаулық кепілі. Осы сөзді әкем бізге жиі айтып отырады. Сонымен қатар спортпен айналысқанымызды да қадағалап жүреді. Жаз мезгілінде аулаға үнемі секіртпе мен белге айналдыратын шеңберімізді алып шығамыз. Біздің аулада спортпен шұғылдануға арналған арнайы жаттығу алаңы да бар. Ол жерде інім белтемірге тартылғанды ұнатады. Біз отбасымызбен салауатты өмір салтын ұстанамыз. Бұл жаттығуларды жасайсың ба? Егер жасайтын болсаң, иә деп жауап бер. Жасамайтын болсаң, жоқ деп жауап бересің. Келесі 54-ші жаттығу. Өлеңді мәнерлеп оқы. Ас алдында қолымды жууға ойым бөлінді. Тазалыққа мән берем, мұнтаздай қып өңімді. Авторы Бекқожа Жылқыбекұлы. Өлең не туралы? Өлең тазалық туралы. Тазалыққа сөзін тазалық сөздерімен салыстыр. Содан өзің қорытынды жасап көр. Таза сөзі бұл тек қана түбір сөзден құралған. Тазалық сөзінде таза түбірі лық, жалғау, сондықтан жұрнақ. Сондықтан бұл жерде туынды сөз құрап тұр. Тазалыққа сөзінде таза түбірі лық, жұрнақ, қа, жалғау. Яғни сөзге бар септігінің жалғауы жалғанып байланыстырып тұр. Келесі бізде ереже. Қосымша жұрнақ жалғау болып екіге бөлінеді. Сөз мағынасын өзгертетін қосымшаны жұрнақ дейміз. Футболшы сөзінде түбірі футбол, шы деген жұрнақ қосылып, сөз мағынасы өзгерді. Келесі бізде жалғаудың ережесі. Сөз бен сөзді байланыстыратын қосымшаны жалғау дейміз. Жалғаудың белгісі, яғни бұл жерде футболды деген сөзді алсақ, түбірі футбол, бізде жалғау, өйткені сөз мағынасы өзгерген жоқ. Оқуға сөзінде түбірі оқу, ға бізде жалғау, өйткені бұл жерде де сөз мағынасы өзгерген жоқ. Келесі бізде 55-ші жаттығу. Мақалды көркем жаз. Дәптеріңе мақалды әдемілеп жазамыз. Одан кейін жұрнақ жалғанған сөздерді табамыз. Бізде жұрнақ жалғанған сөздер өнерлі және өнерсіз. Өнерлі түбірі өнер, жұрнақ. Өнерсіз сөзінде өнер түбірі сіз, жұрнақ. Келесі 56-ші жаттығу. Мектепте ұзындыққа секіру мен жүгіруден жарыс өткізілмекші. Жарысқа 2-ші, 4-ші сынып оқушылары қатысады. Сыныптарыңда секіру және жүгірумен шұғылданатын балалар бар ма? Олар осы жарысқа қатыса ала ма? Сол туралы өз ойыңды білдір. Бұл жерде сен өзіңнің сыныбындағы балаларыңның атын жазсаң болады. Біздің сыныптың оқушылары спортқа бейім. Әсіресе Асқар жүгіруден алдына жан салмайды. Ал Әсел ұзындыққа секіруге талабы жоғары. Асқар мен Әсел осы жарысқа қатысуға әбден лайық.